үй тапсырмасына мұқият жақсы дайындалып келген екенсіздер. Олай болса мен сіздерге жұмбақ жасырайын. Соңынан қалмайды. Тоқтасаң тоқтайды. Үйіне іздеп бармайды. Тығылсаң таппайды. Айта ғой, Нұрасыл. Ол көлеңке. Дұрыс па балалар? Иә. Жарайсыздар. Көлеңке екен жұмбақтың шешімі. Олай болатын болса, бүгін біз сендермен көлеңке қалай пайда болады тақырыбын өтетін боламыз. Бұл сабақта сендер көлеңкенің не екенін түсінесіңдер, көлеңкенің қалай пайда болатынын білетін боламыз. Ол үшін мен сендерге арнайы заттар дайындап әкелдім. Ал сендер соны бақылап отырайық. Бірінші мен стакан. Сол стаканға жарықты бағыттайын. Не пайда болып тұр? Сәуле пайда болып тұр. Ал енді екінші мына машинаға жарықты бағыттайын. Жарық түскенде оның артына көлеңке пайда болды. Енді келесі мынау пластмассадан жасалған ыдысқа жарықты бағыттайын. Ал енді мынау қалың пластмассадан жасалған стаканға бағыттайын. Не пайда болды? Қағаз, картондан жасалған қорапқа бағыттайтын болайық. Ол кезде не пайда болыпты? Көлеңке. Көлеңке пайда болды. Сонда байқауларың бойынша байқадыңдар ма сендер? Кейбір заттардан сәуле таратылса, кейбір заттардан көлеңке пайда болыпты. Олай болса, тақтаға назар аударайық. Тақтада қандай суреттер бейнеленген? Машина, аквариум, база, шәйнек, дол, стакан. Дұрыс. Олардың ортасына күн бейнеленген. Ал бұл жерде күнді бейнелеу себебіміз неліктен деп ойлайсыңдар? Айта ғой, Азамат. Өйткені күн жарық береді. Дұрыс. Біз жаңа ғана байқадық, жарық беру арқылы кейбір заттардың артында көлеңке пайда болады, ал кейбір заттарда не пайда болды? Сәуле пайда болды. Ал енді осы суреттегі заттардың екі топқа қалай бөлуге болады екен? Соны білу үшін мен сендерді топтық жұмыс бергім келіп отыр. Ал осы суреттерді екі топқа бөле қойыңдар. Мөлдір заттар және мөлдір емес заттар болып екі топқа бөлінді. Жарайсыздар, ал мөлдір заттарға нелер бөлінді? Кім айтады менде? Ибарса айта ғой. Мөлдір емес заттар қайсысы? Бізде мөлдір емес заттар аквариум мен стакан. Мөлдір емес заттар айта ғой. Мөлдір емес заттар айта ғой. Бізде мөлдір емес заттар машина, блок, қораптан жасалған қағаздан жасалған стакан және шәйнек. Жарайсың, мөлдір емес заттарға осылар жатқан екен. Мәшине, доп, шәйнек жатқан екен. Ал мөлдір заттарға нелер жатады екен? Айта қойшы. Мөлдір заттарға аквариум мен стакан. Ал енді балалар, мөлдір емес заттарға көңіл аударайықшы. Мінекей, стакан, аквариум
неден жасалған? Шыныдан жасалған. Немесе? Пластмастан жасалған. Сонда біз мөлдір зат жарықты, сәулені өткізеді екен, ал мөлдір емес зат жарықты өткізбейді екен. Оны білу үшін біз мына суретке қарайық. Енді сендерге екі сурет берілді. Бірінші, су қалай ағады екен? Айта қойшы. Судағы кедергілерден айналып ағады. Дұрыс, бұл жерде қандай кедергі көріп тұрсыңдар? Тасты су не істеп жатыр? Айналып ағады. Ал енді қараңдар, жарық қалай таралады екен? Мейірім айта ал. Ол түзу сызық бойымен үйлерге таралып жатыр. Тек қана үйлерге емес, бүкіл затқа ол түзу сызық бойымен таралады. Осы екі суретті біз практикада қолданып көрейік. Ол үшін мен мынандай ақ судың жолын тақтайшаны алдым. Енді міне көк суды осы тақтайшаға ағызып көрейік. Су қалай ақты ба? Ал енді осы судың жолына мен кедергі қойып көрейін. Дұрыс айтасың. Су кедергіні айналып ағады. Ал енді мен осы денеге жарықты түсіріп көрейін. Жарық не істеді? Жаңа біз айттық, қалай таралады деп жарық? Түзу сызық бойымен. Міне, түзу сызық бойымен келіп таралды да денеге келіп тіреліп қалды. Соның әсерінен артында не пайда болды? Көлеңке. Сонда жарық келіп денеге тіреледі, ол денені кесіп те ете алмайды. Сондықтан оның артында көлеңке пайда болады екен. Сонымен көлеңке дегеніміз жарықтың түспеген бөлігі көлеңке болып саналады. Ал балалар, бізде қай мезгілде көлеңкені көп көреміз? Неліктен? Неліктен бейбарыс айта ғой? Өйткені жазда күн көп жарық береді. Дұрыс айтасың. Ал күз, көктем, қыс кезінде күн қандай болады? Бұлыңғыр. Дұрыс айтасың, бұлыңғыр. Бұлыңғыр кезде біз көлеңке көре аламыз ба? Жоқ. Сондықтан біз көлеңкені қай кезде көретінімізді білу үшін мен сендерге сұрақ қойғым келіп отыр. Көлеңке пайда болу үшін не қажет екен?